Барыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте керемет бір рецептпен бөліскім келіп тұр. Бұл пицца 5 минутта дайындалады. Шын мәнісінде 5 минутта және де табада дайындалады. Ешқандай да пеш қажет емес, ұзақ қамырды илеп қажет емес. Ол оңай дайындалады және де ресторандағы пиццадан кем түспейді. Міндетті түрде жасап көріңіздерші. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Және де ойда жоқта қонақтар келіп қалған кезде немесе кино қарап пицца жегіңіз келген кезде 5 минутта осылай жасай салуға болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен пиццаның қамырын жасаймыз. Ол үшін ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстіне майонез салуымыз қажет. Майонез 4 қасық майонез және де 4 қасық қаймақ саламыз. Қаймақтың пайызы, оның майлығы маңызды емес. Міне майонезді салып болдық. Енді мен қаймақты салып жатырмын. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде біркелкі қалыпқа енуі керек. Енді оның үстіне қасықтап ұн саламыз. 9 қасық ұн салуымыз керек. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Қамырымыз оладьидің қамырына ұқсас болып келеді, яғни құймақтың қамыры секілді созылмалы болып тұрады. Қамыр дайын деген сөз. Енді салмасын дайындаймыз. Оған колбаса, қызанақ және де үкіштен өткізілген ірімшік саламыз. Аз көкті де салуға болады. Пиццамызды жасап бастаймыз. Міндетті түрде табаны қыздырып алыңыздар. Оның үстіне сұйық май құямыз, жақсылап жағып шығамыз. Одан соң қамырымызды саламыз. Қамырды салған соң қасықпен жаюларыңыз қажет. Яғни осы табанын барлық жеріне жететіндей болу керек. Мысалға менің табамның қазір диаметрі 28 сантиметр. Менде табам кішкене үлкендеу. Егер сіздің табаныңыз кішкентай болса, мысалға 24 диаметрлік таба болса, онда сіздің пиццаңыз 2 есе биік болып тұруы мүмкін. Сол себептен де сіз сондай кішкентай таба болса, 2-ге бөліп пісірсеңіз де болады пиццаны. Сонда 2 пицца шығады. Жалпы үлкендеу табаны пайдаланғандарыңыз жақсы. Қамырымызды жақсылап салдық. Енді оның үстіне кетчупты саламыз. Маған осы кетчуптың дәмі ұнайды. Кетчупты негізі арнайы кулинарлық кисточкамен жақсаңыздар, өте ыңғайлы. Ондай болмаса қасықпен де жағуға болады. Енді үстіне жұқа қылып туралған қызанақты саламыз, колбасаны саламыз. Соңында үкіштен өткізілген ірімшік және де аз көкті саламыз. Негізі салмасы өзіңіздің қалауыңызша. Егер қаласаңыз тәтті бұрыш салуға болады, тұздалған қиярды да салуға болады. Барлығы өзіңіздің фантазияңызға қарай. Тіпті егерде сізде піскен ет, піскен фарш болса, оны да салуға болады. Салмасы өзіңіздің қалауыңызға қарай. Тіпті егер колбаса болмаса да, тек қана осы қызанақпен ірімшіктен жасалған пиццаны да жасауға болады. Бұл пицца өте тез дайындалады және де өте дәмді болып шығады. Ең соңында аз көкті салдым. Менде аз көк, ол руккола шөбі. Енді осы біздің табамыздың қақпағын жабамыз, орташа отта пісіреміз пиццаны. Шамамен 5-10 минутта піседі. Бірақ бұның барлығы сіздің табаңызға да байланысты, сіздің плитаңызға да байланысты. Мысалға менде газ плитасы, сол себептен де ол өте тез пісті, 5 минутта пісті. Және де менде антипригарный таба, бұған мүлдем жабыспайды, орташа отта тез пісті. Піскен, піспегендігін тексергілеріңіз келсе, осы қамырдың шетін жайлап, шанышқымен қарасаңыздар болады. Ол сұйық болып тұрмауы керек, қамыр сияқты болып тұрады. Міне, осылай салып, бірнеше бөліктерге кесіп, жей берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл пицца шынымен де маған өте қатты ұнады. Тіпті бұл рецепті неге бұрыннан бері қолданбай жүрмін деген ой келді маған. Енді осы пиццаны мен әрдайым дайындайтын боламын. Тіпті аптасына бір рет дайындап тұратын болармын. Өйткені менің жолдасыма өте қатты ұнады. Ол тіпті пеште піскен пицца мен табада піскен пиццаның айырмашылығы бар ма жоқ па, соны да түсінбей қалды, шын айтсам. Екеуінің айырмашылығы жоқ десе де болады. Дәмі де, түрі де, барлығы бірдей, өте керемет шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, рецепт сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар.
сіздермен болған Гүлжанат. Әлі де көп рецепттер болып тұрады. Сол себептен де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыздар. Инстаграм парақшамды жоғарыға жазып қойдым. Гүлжанат Нурушева деп аталады инста парақшам. Қош сау болыңыздар.